Мінекей осылай ыдысқа сары майымызды құйып, сары майымызды жақсылап ерітіп аламыз. Отта ерігенше ұстаймыз сары майды. Сары майымыз толықтай еріді. Енді осының үстінен бал құятын боламыз. Менде мынандай кішкентай бал болды, осыны құйып жақсылап араластырып аламыз. Балымыз біркелкі еру керек. Енді 3 ас қасықта бал құйдым. Мінекей сары майымыз, бал қосылған сары майымыз толықтай еріп болды. Енді бұны оттан өшіріп, суытуға қойып қоямыз. Мінекей осылай ыдысымызға 4 жұмыртқа салып алдым. Және 1 шымшым тұз салып, жақсылап араластырып аламын. Енді жарты пиаладай шекер салып аламын. Жақсылап ерітіп алу керек. Мінекей қантымыз еріп дайын болды. Енді жаңағы сұйық майымыз, бал қосылған сұйық майымызды қосып аламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бал қосылған сұйық майымыз суыған болу керек. Әйтпесе жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Енді осы сұйық затымызға ұнды електен өткізіп қосатын боламыз. Осы електен өткізетін ұнымызға разрыхитель мен 10 граммдай қостым. Және ванилин қосып аламыз. Иісін әдемі етіп шығарып тұрсын. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Осының бәрін електен өткізіп, сұйық массамызға қосамыз. Және жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ қамырымыз. Енді осы қамырды жарты сағатқа тоңазытқа салып қоятын боламыз. Мінекей қамырымыздан осындай шариктер жасап алдым. Енді осы қамырымызды жайып аламыз. Қорждарымызды осылай жайып дайындап алдым. Енді қазір осы қорждарды пісіріп алатын боламын. Қорждарымыз пісіп дайын болды. Осы қорждардың шетінен қалғаннан мынандай крошка жасап алдым, бетін әрлеуге. Енді осы қорждарды жинауға қайнатпалы крем дайындап аламыз. Қайнатпалы крем жасау үшін осылай сүтімізді алып алдық. Мінекей енді осыған қажетінше ұн салып, біраз қайнатып аламыз. Сосын 2-3 қасық қант салып, барлығын жақсылап қайнатып алатын боламыз. Мен қазір 2 қасық ұн салып, сүт салқын кезде біраз араластырып, түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Сосын қайнатуға қоямыз. Кремімізді отқа қойдым. Оның салып, түйіршіктерін кетіріп алдым. Енді отта біраз қайнау керек. Мен енді осы жерде қазір сүтті құйып, оған ұн салып, ұнды түйіршіктерін бәрін толықтай кетіріп алдым. Енді 2-3 қасық қант құмшекер салып, біраз қайнатып аламын. Қазір осы жерде қант саламын. Отсаңыздар, қантты да салдым. Креміміз толық қайнап, қоймалжың түске ену керек. Сол кезде креміміз дайын. Креміміз толықтай пісіп шықты. Енді осы кремді суытуға қойып қоямыз. Қоржымызды қойып алдық. Енді осыған крем жағамыз.
осылай корж крем жағу арқылы коржымызды жинап алатын боламыз. Медовый тортымыз дайын болды. Енді осы тортымызды бір түнге тоңазытқа салып қойсақ, жұмсақ әдемі болып шығады. Менің рецептім ұнаса, маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер.